Kızım. Қарашы, саған киім алып келдім. Спасибо. Hazır. Bak görsen. Ha. Mına bul sen, bul apam, bul men. Бұл сенсің бе? Ва. Саған ұқсас қой, ой. Иә. Следующий готовьтесь, пожалуйста, но напоминаю, что могу взять только 2 человек. Сегодня короткий день. И по вам, да? Несмотря на гематомы, кости целы. Но обратитесь в милицию. В следующий раз может быть все гораздо серьезнее. Народ, как дела? Здрасте. Каял Гена. Официально могу подтвердить, от нашего ресторана по результатам года вас двоих будут награждать. Награждение будет в центральном офисе на Войковской. Поздравляю, вы молодцы! Спасибо. Спасибо. Қызым оқылан қандай? Нормально. Саған не болды? Ешнәрсе. Не біреу қапа қалды ғой сен? Балдар бір күн ұрышып бір күн елде шер етті. Қызым? Кел, чайың жоқ. Ақырын сық. Сахардан сал іч. Деге, бүгін жақшы жаңылықпенен бөлішейін дегім. Неме жұмыштан работник кода сыйлығым бершеткен. Жақында главный офиске барып аласың дешті ғой. Мамауыз айбай дайын болып кеткен ғой. Ертең күн директор болып қол ғой. Қойчу. Не? Sen қандай көйнек киіп барайын деп отырсың? Білбеймін. Қиынсың, Эми андан дагы жакшы иштеп, старший менеджер болуп кет. Рахмат. Бирок аябай толкунданып атам. Толкунданба, эмне толкунданасың? Кандай жарашат экен? Сонун жарашат экен. Мындай көйнөк кийбегениме көп жыл болду да. Кийип көрбөйсүң бе? Бирок албайм да азыр. Кийин канатым жайылганда эле албасам. Сегодня Жибек ударила Леру. Мама девочки пожаловалась директору. Это уже не в первый раз. Знаете, Жибек кусает, бьет, царапает учеников. Вообще она очень способная девочка, но вот эта ее агрессия, надо что-то делать с этим. Хорошо.
Я поговорю с Жібек дома. Да, поговорите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Қызым. До свидания. Та-дам! Ana. Tuğan günün менен canım. Рахмат. Чоң рахмат. Тамағың даяр болды ғой, я? Азыр biraz бүте тұршы. Құсақ ойлашты. Бұл уақыттан? Жұмыштарын қыздар берген болчу. Қандайсыз? Жақшысыз ба? Жақсы. Қиялды туған күні менен құттықтап келдім. Қалайсың? Итімен болып білі. Туған күнің бұл саған. Рахмат. Жүр кел. Кел кіре бері. Кел тұр көт. Рахмат. Кел отырғыла. Кел отырғы. Азыр, Қандайсыз? Азыр. Азыр отырып тұрғылай азыр. Аха. Қалды. Не шақырдың? Өзің біліп қалдың бі? Қыран әм. Мен шақырып тұрмын, өзі айтпай келіп отырмын маға. Ой, көп көтеліп отырбайды. Жүраннан көріп жайға. Тамақ бұзылып қаласың. Жақшылығы бар. Рахмат. Ақыр, қызым ауайла. Киіп көрсем? Көр өлі. Азыр. Соның кім ғой? Ұқмыш. Қана? Мұнда айланшы. Қиял, сен өкөз бір сейілдеп барып келіш керек болып қалыпты бір жаққа. Сыйлық тапшыра әзіміне кейіп барсам ба? Аяққа сенден башқа да кім барады? Біздің ресторандан Гена көз әлі. Гена? Янан сен қызыл көйнекті киіп алып Гена менен ой соңды қонатасың. Үстінен пиджак киіп алайын ба? Башын тортпашы мақұл ба? Қалды көйнекті киіпейсің. Жал жаққа ора олып та аргімге тезеңді көрсеткен тасың ба? Талғат, мен бұл сыйлық тапшыру аземін көптен бері күтіп жүріп едім біле. Адамдай болып барып сыйлығымды алып келейінші. Саған не? Үй біледен жұмышың артық болып қалды ба? Кредит болбаса сен іштетме емесмін? Ан үстіне бойдақ подружкаларыңды ешіп келіп ал. Қызыл көйнекті киіп алып бұл жерге. Дипломсыз. Алды сыйлығыңнан алысқа ұзабайсың. Ертең жұмысқа шықпайсың. Көп жініме тибегіне.
Не? Jinime tiybe дейсің. Бұл қызың сені тартқан. Бүгін мектепке барсам Вера Борисовна айтты. Классташтарын ыйлатып, тиштеп, тепкілеп ыйлатады екен, жаның қойды. Жежелер, қандай сар келдіңер бе? Өйтем мені. Қиналған жоқсаңы жолдан? Жоқ, жақсы. Жүзімді не олған? Башың орған жоқ бұл? Жатуы салып тұрбайсың ішіне? Жоқ, бары жақсы әлі. Сіздерді ора қылып қойдым ұқшайды. Жоқ. Бізді не оралмалың. Ата-енеңден кейін келе жақын адамдар біз та. Баса, қызыңды мен іштеген мектепке оқуға кіргізіп қойды. Барасың? Жақсы болмау екен. Рахмат, Динареже. Ештеңе емес. Kızım, emne iş kılayın da otasın. Мақсым сатып іштегем. Анан ашханада раздачада іштедім. Тұрмышқа шыққаннан кейін талғат іштетпей қойған болчу. Ошо акыркы иштегеним фастфудта иштедим. Ошондой сыяктуу болсо жумуштап иштей берет элем. Сен кантип түйүп атасың? Аябай соны түйүп эткенсиң. Мен келе жалпайып калып монтип эле. Сеники аябай кооз болуп атат. Кызым, сүйлөшкөнүбүздү унуткан жоксуңбу? Ешкімді кемсен туыр башка. Жаным, сабакка барганда жакшы окумак болду. Келечегиңе керек этет, жаным. Жаным десе. Жакшы оку. Чуркала жыгыласың. Мамлекеттер студенттерин көрбөйт. Виртуалдуу жашоо. Ого. Саламатсызбы же? Саламатчылык. Манталарымды сатып көрмөсчү. Өзүм колго түйүп, атайын тоңдуруп келген болчумун. Эгерде өтпөй калса алып кетем кайра. Рахмат эже. Жумуш сурайын деп келдим эле сизден. Азыр орун жок. Холодный цехке, горячий цехке керек, а фасадтагыларды албайбыз. У нас нет вакансий.
Не қарап атасың? Таныштарым ушул жерге жіберген болчу. Жумуш деппе? Чыкпат бияктан жумуштар. Жылыраак кийинип келип жүрсөң эй, ар кандай жумуштар чыгат да бияктан. Сыртта болуп калат. Кээ ар кандай болуп калат да. Туралык азыр чыгып калат. Работа нужна? Да, нужна. Да. Что за работа? Посуду мыть. Нас двое пойдет? Пойдет. Чужую сюда что лучше. Манталар өтіп отау? Бияқта тұрып қаласың. Жоқ, тұра берсін мейлі. Жақсы алыңыз же. Қиял, мұны киіп көрсең, саат чақ келеді. Рахмат, еже. Талғат чалып отыр. Өзгөрөм деп уадасын беріп отыр ғой. Мүмкін да сүйлөшүп көресің. Жоқ, еже. Сөйлешкен емне. Шуға чейін сөздерін оқып келгем. Ақыры эмне болуп отурат? Окуудан жок. Же күйөөдөн жок. Ай, машина, басшы. Erkekler gelirken ayağımda. Қиял, Талғаттың бір туғандары кешірім сұрап келіштір. Жүр. Жүр. Қиял, қандай іштерің жақшы ба? Жақсы жүресің бі? Қиял, алтыным, қата біз жақтан кетіп қалды. Талғаттағы түшінді, екінші мындай қылып қайталап айтты. Кешірім сұрап келдік сенден, алдыңа кетейін. Айланайын балам, өкөң тең жетім чоңойдыңар. Жетімшіліктің азабын көбеле тартсыңар керек. Эми болуп кичинекей кызыңарды тирүүлөө жетим калтырган атасыңар ба? Құдай. Айланайындар, кечиргиле бизди. Ооба, кечирип койгула, алдыңа кетейиндер. Ажырашып отурсаңар үчүңөр тең жакшы болмок беле. Кеңешип, бир ойго келип, эми аны Кыял өзү чечет. Талғат. Мындан ары сен экөөбүз чогуу жашай албайбыз. Сен дагы, мен дагы, кызыбыз да кыйналып атат. Gel.
урушпай талашпай эле ажырашып кетебиз. Саламатсыз беже. Саламатсыз. Жоңуз, сиз каякта жүрөсүз? Сиздин малыңыздын баарын бышырып сатып жибердим. Калбай калды. Мына, эртең 5 порция дагы катырып аласың ба? Макул эже. Эже, 2 порции мам дайте, пожалуйста. Девушка, нет, не остались. Лучше возьмите что-нибудь другое. Нет, эти манты такие домашние, вкусные были. Завтра будут, обязательно приходите. Жақсы алыңыз эже. Сабира, қандайсың? Жақсы. Сонын жаңылығың барса қайта тұрған. Сен жардамың керек болатын маға. Азыр айтып берем. Баяғы білесің бе, мен манты жаза өткөзөттүм эле го.